баршаңыздың ұлы жеңіске 41-45 жылғы соғысқа байланысты видеоролик көрдіңіздер. Енді приз тәсілін осы көрген видеомыз бойынша, видеодағы ақпараттар бойынша приз тәсілімен жұмыс жасайық. Яғни сіз видеодан қандай ақпарат алдыңыз, осы парақшаға түсірсеңіздер. Яғни сіздің позицияңыз, яғни сіздің ойыңызша оған дәлел келтіресіз, өйткені деп, және мысалмен дәлелдейсіз, және қорытынды келтіресіз. Және алдарыңызда қағаз толтыра қойыңыздар, барлығыңыз. Алдарыңызда қағазда толтыра қойыңыздар, барлығыңыз. Тақтада өздеріңіз көріп тұрғандай, міне пресс тәсілі, позицияңыз, негіздеуіңіз, мысал келтіруіңіз және қорытындыңыз. Жақсы. Жұмысты оқи қояйық. Кімдерде бар екен олар? Жақсы. Оқи қояйық. Лилия бастай қойыңыз. Менің ойымша отан соғысы қазақ халқынан көп қасиетті келді. Өйткені көптеген отбасы өз баласынан, ата-анасынан айырылды. Қаншама қазақ жастары оқ астында қалды. Мысалы, біз қазақ әдебиетіне жау тылындағы бала деген тақырыпты өттік. Сол жерде Серік деген бала бір күнде өз анасынан айырылды. Ал әкесі жерін деген қорғап қалу үшін майданға шықты. Сондықтан мен отан соғысы қазақ тарихымыздағы өте ауыр кезеңдердің бірі деген шешімге келдім. Өте жақсы, рахмет дейді, өте жақсы. Қабыл айтыңыз. Менің ойымша соғыс ешқандай жақсылық әкелмеді. Өйткені көптеген адамдардан айырылып, жас балалар бетінен қалды, ата-аналарынан айырылды. Мысалы, Қазақстаннан 1,5 миллион адам барды, оның 600 мыңы елге оралмады. Сондықтан мен бұл соғыс адамзат үшін ешқандай пайда әкелмейді деген қорытындыға келдім. Өте жақсы, Абылай, рахмет, өте жақсы жауабыңыздар. Еркеназ. Менің ойымша, отан соғысы қасиетті келді. Өйткені балалар жетім қалып, ана балаларынан айырылып зар жылады, аштықтан қырылды. Мысалы, жау тылындағы бала және шағын 5 шамасында балалар жетім қалды. Сондықтан мен соғыс жақсылық әкелген жоқ деп ойлаймын. Жақсы. Аяри, оқиға. Менің ойымша, соғыс бізге көптеген қиыншылықтар әкелді. Өйткені соғыстың кесірінен көбісі отбасыларынан айырылды, аштыққа душар болды. Мысалы, жау тылындағы бала шығармасында Серік анасы қалды. Және де 1,5 миллион қазақ соғысқа аттанып тек 538 адам қайтып оралды. Сондықтан мен соғыс өте қиын болды. Бірақ соңында ол бізге жеңіс пен бақыт әкелді деген шешімге келемін. Жақсы. Гүлназ, оқи қойыңыз. Менің ойымша соғыс зардабы ауыр болды. Өйткені майданға отан үшін отқа түскен әрбір отбасылар ата-анасыз, балаларынсыз қалып жатты. Біз өткен жау тылындағы бала мінезі мысал бола алады. Олардың өмірлерін елестету біз үшін қиын. Сондықтан мен біздің бақытымыз оларға азат болды деген шешімге келдім. Жақсы, рахмет. Өте жақсы. Әдейі позицияларыңыз. Аңсар, оқи қойшы. Менің ойымша, соғыс бізге көптеген қорлық әкелді. Өйткені адамдар аштан қырылды. Көптеген адамдар бір сәтте жетім қалды. Оған мысал жау тылындағы бала шығармасы мысал бола алады. Бұл шығарманың басты кейіпкері Серік 1 сағаттың ішінде жетім қалды. Тек Қазақстаннан 1,5 миллион адам қайтыс болды. Олардың жартысы із-түзсіз жоғалып кетті. Сондықтан мен соғыстың жақсы жақтары жоқ. Ол тек қорлыққа келеді деген қорытындыға келдім. Өте жақсы, Аңсар, рахмет. Аңсардың бір ақпаратын жиі жіберуіміз керек. 1,5 адам қайтқан жоқ бізден. 1,5 миллион адам тек соғысқа аттанды деп жиі жіберейік. Аңсар, қалған ақпаратын дұрыс. Инабат. Менің ойымша, ұлы отан соғысы бізге көп қиындық әкелді. Өйткені соғыс кезінде көптеген адамдар аштықтан өлді, жақындарынан айырылды, қан төгілді. Мысалы, соғысқа 1,5 миллион қазақстандықтар аттанып, жартысы оралмады. Сондықтан мен ұлы отан соғысы қазақ тарихындағы өте ауыр кезең деген шешімге келдім. Өте жақсы. Жайна оқиға. Өте жақсы. Менің ойымша, соғыс адамдарды аштыққа, жетімдікке және тағы басқа қорлыққа мәжбүрлетті. Өйткені фашистер халыққа шабуыл жасап, әкелерін, ағаларын алып кетіп, ел адамдар мен балаларды құлдыққа алып кетті. Мысалы, Қасым Қайсеновтың жау тылындағы бала шығармасынан байқауға болады. Сондықтан мен соғыс адамдарға ең қиын кезең болды деп ойлаймын. Жақсы, рахмет.
менің ойымша соғыс кешенінен көп отбасылардың ата-анасынан айырылуы себеп болды. Өйткені соғыстан кейін көптеген отбасылардың және балдардың өмірлерін алып кетті. Мысалы, жай ғана отбасынан алуға болады. Әкесінен, атасынан, мамасынан айырылады. Сондықтан мен соғыстың қайта басталуына қарсымын. Жақсы. Гүлназ оқимыз. Райым. Менің ойымша ұлы отан соғысындағы жеңіс бізге оңайлықпен келмеді. Өйткені соғыс кезінде балалардың балалық шағы болмады. Халық аштықтан өлді, көп балалар жетім қалды. Мысалы, 3,5 миллион қазақтар ұлы отан соғысына қатысып, 600 мың адам ес-түссіз жоғалып, 558 қазақстандық кеңес одағының батыры атанды. Сондықтан мен ұлы отан соғысындағы жеңіс бізге оңайлықпен келмеді деген шешімге келдім. Жарайсың, асылай оқи ғой. Менің ойымша соғыс жақсылық әкелмеді. Өйткені көп адамдар аштықтан қалды, қан төгілді. Мысалы, балалар жетім қалды, ата-аналарынан айырылды. Сондықтан соғыс жақсы қасірет әкелмеді. Жақсы. Сая оқи ғой. Менің ойымша бұл соғысы жақсы аяқталу оңайлықпен келмеді. Өйткені көптеген отбасы балалардан айырылып, аштықтан қайтыс болды. Мысалы, соғысқа 1,5 миллион адам кетіп, жартысы оралмай қалды. Сондықтан мен жеңіс бізге жақсы жолдармен, жақсылықпен келмеді деген шешімге келдім. Жақсы, рахмет. Өте жақсы қорытынды жақсы жасаған екенсіздер. Жаңағы видеоролик бойынша және осы уақытқа дейінгі алған ақпараттарыңыз бойынша ойларыңызды қорытып жақсы жазған екенсіздер. Яғни, бір сөзбен айтқанда, балалар, біздің ойымызша соғыс еш уақытта жақсылық әкелмейді, тек қана қасірет әкеледі. Негіз дейді, оған негіз келтірейікші. Қаншама отбасылары баласынан қиындыққа душар болып, әкелер соғысқа кетсе, балалары ауыр жұмысқа тартылды, дұрыс па? Мысалдар келтіре аламыз ба? Мысалға, жау тылындағы бала, біз әдебиетте оқыған шығармамызбен жақсы байланыстырып отырсыздар. Бұл жердегі негізгі кейіпкеріміз кім? Серік пен Борисың кішкентай ғана балаларды кішкентай кезінен қасірет көріп, соғыста жауынгер қатарында жүруі айқын дәлел бола алады. Олар кім болып кетті? Партизандар болып кетті. Жақсы. Қорытынды сонымен қандай болады балалар? Ұлы отан соғысы қазақ тарихындағы өте ауыр кезең. Өте ауыр кезең. Соғыс еш уақытта жақсылық әкелмейді. Өте жақсы балалар. Бұл тапсырманы өз деңгейінде жақсы орындарыңыздар. Рахмет. Олай болатын болса,